Түркістан ол руханиятымыздың біздің алтын бесігі. Біздің дініміздің, тіпті ұлы бабаларымыздың, тарихымыздың нағыз темірқазығы десек болады. Себебі осы Орта Азия халқы, соның ішінде қазақтың, түрік тектес халықтың рухани ордасына айландырған ұлы бабаларымыз бұның түбінде осы халықтың басын біріктіру тұрды. Ал ол біріктіруде осы елдің, осы топырақтың халқы үлкен рөл атқарды. Яғни бірлігін танытты, қонақжайлығымен танылды. Біздің қазақ онсыз да қонақжай. Бірақ тап осы жерге келген адам, қазақта да сөз бар ғой, тай мініп келсе, түйе жетектеп кетеді деген сияқты сөз бар. Осы сөздердің барлығы біздің қонақжай екеніміз. Қонақжайлық неге байлап тіреледі? Қонақжайлық ол хадиске, Құранға, дінге, имандылыққа үлескендігін білдіреді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис соны айтады. Кімде-кім Аллаға сенсе, кімде-кім ақырет күніне сенсе дейді, қонағын жақсы тұтсын дейді. Демек, бұл жай, бұл ел қонақжай ел. Сондықтан бұл пайғамбардың хадисімен, Құдайдың жолымен жүрген нағыз мұсылмандықтың бір алтын бесігі.